Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз 62-ші сабақтың тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: өнер өрге жүзеді. Еңбек ептілікті сүйеді. Асыл тастан шығады, өнер жастан шығады. Ер қадірін ел білер, сер қадірін сергер білер. Екінші тапсырма: бұл жерде бізде су тіршілік көзі. Сол себепті де бастаулардың көзін ашып тасалап жүруіміз керек. Келесі үшінші тапсырма: бұл жерде біз тек қана жалаң сөйлемнен тұратын мақал-мәтелдерді жазуға керекпіз. Бірінші мақалымыз: бірлік болмай тірлік болмас. Екінші мақал: ғылым теңіз, білім қайық. Үшінші мақал: отан қуат, отбасы шуақ. Келесі: жастық жалын, кәрілік құл. Өлең алтын, сөз күміс. Яғни бұл бірыңғай бастауыш пен баяндауыштан тұратын сөздер қатысқан сөйлемді біз жалаң сөйлем деп айтады екенбіз. Енді келесі тек қана жайылма сөйлемнен тұратын мақал-мәтелдерді көшіріп жазу керекпіз. Бірінші мақалымыз: бала күлкіге тоймас, болбыр ұйқыға тоймас. Еңбекпен ер өседі, егізден төлеседі. Сұңқар қиясын сағынады, торғай ұясын сағынады. Ел ағасыз болмас, тон жағасыз болмас. Еңбек ерлікке жеткізеді, ерлік елдікке жеткізеді. Яғни бұл жерде бізде тұрлаусыз мүше қатысқан сөйлемді жайылма сөйлем деп айтамыз. Бұл жердегі біздің қарастырып отырған 5 сөйлеміміз де осы жайылма сөйлемге жатады.